Менің жыным кеп жатыр да, 18 жасар баланы IELTS-тан 8 балл алған, стройкаға Россияға жіберген ғой. Кредиттеріміз бар еді бір бәле. Блядь, кредитіңді өзің жап жас баланың мойнына аспай. Хотя бы поддержка бермесеңдер де балаларыңа мойнына кредит асып бермесеңдер шо баланың. Оқитын кезінде, оқитын жасында, оқыбасында қазір қаншама сондай біздің талант балалар, сол анау әке шешелері сондайда енді бір дүниеге пока что сол баланы 4 жыл оқытсаң сонша чаңған мінбей тұр, 4 жыл iPhone ұстамай тұр, 4 жыл там салмай тұр, болды. Ана бала оқуын бітіргеннен кейін сол бала сен аяғыңды жыл суға салады ғой. Жап-жас балалардың өмірін құртып жатыр қазір көп ата-аналар. Тірлікке жараса болды жаңағындай. Ана жаққа поляға, ана мына жұмыс, еңбекке бал болу керек деп қояды өтірік. Ішің ол емес қой, сен кредит жабу ғой сен ішің. Ертең өзің сияқты бір 50-ге келгенде стройка болса да істей береміз, ауыр жұмыс болса дейтін бір стройщик тәрбиелеп шығарасың ертең. Жіберіңіздер балаларды, оқитын балама, оқитын баланы жіберу керек. Оқытыңыздар ана балаларды. Болашақпен оқытыңыздар, IELTS-ы бар, ағылшынша білетін балалар бар, мектепте жақсы оқитын. Солардың бәрін оқыту керек. 100 мың теңге тауып атсынар ғой күніне де бізге қызығатта. Ол бұл жақта 100 мың теңге емес жіктер ол. Сендер Қазақстанмен салыстырып атсындар да қазір. Ол Қазақстанда көп ақша я. Но бірақ ол бұл жақта ондай көп ақша емес. Көп ақша табу үшін любой жерде обязательно бір тіл сұрайды. Немесе бір жаңағыдай бір өнерің болу керек, қолыңа бірдеңе келу керек. Оның бәрі түбі сол білімге кеп тақалады. Бірдеңені оқып болу керексің. Сертификат не жерде бір жаңағыдай электриктің өзін оқып алайын сен, саған тіл керек. Тілің болмаса оқи алмайсың, сонымен қайттан сол. Білім болмай, осы құлдық қамыты киген стройкадан құтылмаймыз білім болмай.